Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай мантының рецептісін бөлісетін боламын. Ең алдымен нанын илеп 15 минуттай тындырып қоямыз. Ол үшін бізге 200 мл су, 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа және 500-600 грамның айналасында ұн кетеді. Енді ең басында видео түспей қалыпты, сондықтан құрамын айтып кетіп жатырмын. Салмасына келетін болсақ, 1 килограмм фарш, жартылай майлы, жартылай майсыз. Одан кейін 2 орташа жуа, онда сақтап турап аламыз. Одан кейін 500-600 граммдай асқабақты алып, оны да кішкентай кубиктеп турап барлығын салып, тұз бұрышын салып, фаршты араластырып дайындап алдым. Жаңағы дайындаған тестімізді 3-ке бөліп, дөңгелек қылып аламыз да жайлап бір-бірден жая береміз. Осылай 4 бұрышты алып кесіп аламыз да фарштарымыздың барлығын салып, әдемілеп түйіп, мантаваркамызға саламыз. Мантаваркамыздың астына осылай сармай жақсаңыз, мантыңыз өте дәмді болып шығады және сочный болады. Мантымызды түйіп жатқан кезде суын алдын ала қайнатып қоямыз да, болғаннан кейін дәл осылай 45 минутта барлығын буынып пісіріп аламыз. Өте дәмді болады. Піскеннен кейін бетіне сармай жақсаңыз, өте күшті болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.